Назым Слямқызы «Үш қыз тауы». Үміт, сенім, махаббат. Кеше де бүгінгі күні де аспан ала бұлтты болғандықтан мұзтаудың басы ашылмады. Қазірше үміт тек ертеңгі күнге қалып тұр. Төменгі лагердегі көккөл кеншілерінің балалары оқитын мектеп, наубайхана, кеңсе, дүкен, кенді таситын аттарды ұстайтын қора, монша және тұрғын үйлер болған. Біз тұрған үй жардың шетінде салынған. Бұл жерден ешқандай бастауыш мектеп немесе клуб, кеңсенің нышанын байқамадым. Бар болса, бұзылған сияқты. Соған қарағанда 1938 жылы салынған үй тұрғын үй болу керек деп топшыладым. Судың арғы бетіндегі алаңқайда бар жоғы бір ғана үй тұр. Ол да тұрғын үйге ұқсайды. Кезінде осы жерде ауыл болды дегенге тіпті де сенбейсің. Анау тұрған үш қыз тауы. Баяғы заманда Алтайдың үстінен бір мезгілде 7 күн бірдей шығып тұрыпты. Сол кезде күн сәулесі сүт сияқты бүкіл тіршілік атаулыны нәрлендірген екен. Шөптер мен ағаштар жылдан жылға толысып, нулана түсіпті. Алтай тауларының баурайындағы ел жұртта тамаша дәурен сүріп, ырыс молшылыққа кенеліпті. Өйткені Алтайдың үстінен 7 күн нұрын шашып тұр ғой. Шаруалар жылына 7 рет өнім алыпты. Тау-тау болып үйілген астық Алтай тауларынан асыпты. Өйткені Алтайда 7 күн шығып тұр ғой. Жылдар осылайша өтіп жатыпты. 7 күн бұрынғысынша аспанда нұр шашып тұра беріпті. Қазақтар бақытты өмір кешіпті. Күндердің бір күнінде тау аңғарында қаскөй сайтан пайда болыпты. Ол адамдардың шаттыққа бөленген өмірін көріп, аспаннан 7 күннің бәрін қағып түсіргенше тыныштық таппаймын деп ант етеді. Бұл сайтан 100 жасаған жарбиған кәрі жапалақтың аруағы болатын. Туғаннан түнек қараңғыны сүйіп, жарықтан өлердей қорқатын. Әлде сұмпайы сайтан мың құбылып, кез келген бейнеге еніп, адам баласын шатастыруға құмар болғаннан бекен, біресе ешкі, біресе аң болып, адамды қорқытуға шебер малғұн аянсын ба? Содан ол жер бетін мәңгі қараңғыға көмуді ойлап, әккі амал ойластырады. Аз уақыттан кейін ол өзін сиқырлап, бүркіт тұмсықты, темір қанатты 100 кісіге айналады. Олар қанаттарын жайып, Алтайдың ең мықты шыңына ұшып барып, күн сайын жарқырап, 7 болып тізілген көктегі күнді атқылай бастайды. Сөйтіп, 7 күнді де атып түсіреді. Адамдар күндердің жойылып бара жатқандығын көріп, үрейге шомып, күні бойы дұға жасайды. Ақыры Алтай тауларын мәңгі түнек басады. Шөптер мен ағаштар тіршілік нәрінен айырылып, алқаптағы дәндер солып, күн нұрынан мақрұм қалған қара жерге түк шықпай, мал қырыла бастайды. Мәуелі бақтар қурап, тек отынға жарап қалыпты. Адамдарды ашаршылық пен суық қыспаққа алады. Адамдар аспан құдайынан көмек сұрайды. Аспан құдайы 3 қыз күнді іздеп табуға шықсын. Күнді қыздар ғана табалады. Егер таба алмаса, басқа күнді тапқан елдерге жерлеріңді беремін депті. Содан ержүрек 3 қыз қатерлі сапарға аттаныпты. Үшеуінің үстіне киген киімдері жыртылып, азып тозып, арып ашып, ұйқысыз, дем алмай, 39 күн бойы күдерлерін үзбей, тоқтамай іздепті. Бір күні күн күркіреп, найзағай жарқырайды. Келесі сәттегі жарқылынан 3 қыз
ұзын ақ шашты қарияны көреді. Көздері алтын шуақпен жалт-жұлт еткен қария: «Ей, өжет қыздар, сендер Алтай тауларының шыңдарынан да берік, қайсар екенсіңдер. Егер күнді тапқыларың келсе, осы арада тұрып күтіңдер. Қазір бір тұлпар құйғыта шауып өтеді. Сол ұсталмайтын уақыт күн. Сол атты көре сала өз аттарыңды айтыңдар. Сол кезде күн шығады» депті. Қария осы сөзді айтыпты да көзден ғайып болыпты. Сәйгүлік тұлпар золай өткенде 3 қыз аттарын айтыпты да жан тәсілім етіпті. Аспанда күн шығып, адамдар тіршілігін бастапты. Сол қыздардың аты сенім, үміт, махаббат екен. Сол 3 қыздың есімімен аталған 3 тау шығыстан шығар күнді тапжылмай күтіп тұр дейді. Кешкі тамақты ішіп алған соң алау жақтық. Көк түтіннен ту тіктік. 3000 метр биіктікте алауды қоршап отырып ән айттық, өлең оқыдық. Оттың қуаты жүректерде мүлгіп жатқан көрікті сезімдерді оятты. 1 сағаттан кейін жел білініп, әндерімізді шырша қарағайлардың құлағына іле бастады. Аңдарды оятып алдық па деп ойладық, бірақ тау басында ән салу сен ойлағаннан да өзгеше сезім. Сенің тыңдаушыларың міне қолыңа ұсталардай болып тұрған жақыт жұлдыздар. Сенің тыңдаушың бұйығып отырған ай дидарлы айқыз. Жұлдыздар да, ай да сені ыждағатпен тыңдайды. Сен әрбір әнді аяқтаған сайын жұлдыздар шаттана қол соғады. Түн шешелері жұлдыз қыздарына ие бола алмай шетінен санайды. Бақылап, бесауыт тырп еткізбеуге тырысқан, санап қойған қызы шешесінің көзін ала беріп, жігітіне қарай ағады. Екеуі түн қараңғылығына кіріп жоқ болады. Алауды өшірген соң не істерімізді білмей 2 бөлмелі үйге тығылдық. Бір кезде Лаура деген қыз: «Бүгін жұлдыздар жауатын күн, бәріміз шығып, аспаннан жұлдыздың жауғанын көрейік» деді. Далаға шықсақ, дала желемек екен. Есесіне аспан ашылыпты. Тұрған жеріміз биіктеу болғандықтан орманның арасында тұрғаның сезілмейді. Аспан кеңістігі оқылмаған орасан зор кітап екен ғой. Астрологтардың көк жүзіне неліктен сонша құмар болуының сырын енді ұққандаймын. Жұлдыздар самсап, міне қолыңа ұсталатындай. Жұлдыздар жымыңдап, ал арманыңды айт, орындайын дейді. Арманың есіңе түспейді. Бүкіл арманың тек таудың басында жұлдыз жауған түнді қызықтау сияқты. Жұлдыздар, менің атымды аташы, арманыңды орындайын дейді. 7 қарақшы мен темір қазықтан басқа еш қайсысын танымайсың. Темір қазық аспанның солтүстік жиегіне орналасқан. Кіші аю шоқ жұлдызындағы ең жарық жұлдыз. Бүкіл жұлдыздардың арасынан орнынан ауып кетпейтін тек темір қазық. Темір қазық анық көрініп, бағытыңды ауыстырып алма дейді, басыңды ezейсің. Жұлдыздар, қолыңды аш, арманыңды өзіңе лақтырайын дейді, үлгермейсің. Жұлдыздар сыңсып ән салады, бірақ ол әндерін өздерінен басқа ешкім естімейді. Аспан да, жұлдыздар да құлақтарын бітеп алған. Тек өз дауыстарын, ішкі ойларын естиді. Саяхатшылардың барлығы үйге кіріп алды. Далада Лаура екеуміз ғана қалдық. Мен одан өзі туралы айтып беруін сұрадым. Лаура біраз үндемей тұрды. Мен оның ойланып тұрғанын, осы жаққа текке келмегенін білдім. Жұлдыздар жауып тұрғанда мен Лаураны әңгімеге тарттым. Лаура, алдымен осы жаққа не үшін келгеніңді айтшы.
Біз Таня, Жандос, Ақмарал төртеуміз әр жерлерге саяхатқа барып жүрміз. Осы жолымыз Мұзтауға түсті. Мен өте қуандым. Қайда тұрасың? Қайда жұмыс істейсің? Кіммен тұрасың? Атанаң туралы айтшы, дедім төтесінен. Назым апай, мен Алматыда тұрамын. Жұмысым да бар, үйім де бар, бірақ жалғыз тұрамын, деді. Мына қыздан әңгіме болатындай ілік таппадым деп ойлап тұрғанда, Лаура мені құшақтай алды. Мен алғашында бір нәрседен сескенді ме деп, есіл дертім аю болды да, не болды, дедім. Назым апай, мен жалғызбын ғой, ешкімім жоқ, деді. Қалай? Менің анам Павлодардың қызы. Жоғары оқу орнына оқуға түседі де, ауылына қайтпай, осында жұмыс істеп қалып қояды. Жұмыс істеп жүріп, менің әкеммен танысады. Екеуі 3 ай тұрған соң ажырасып кетеді. Мен әкесіз дүниеге келемін. Анам пәтер жалдап тұрады, мені ешкімнен кем қылмай өсіреді. Өкініштісі, менің 15 жасымда анашым дүниеден озды. Анам туыстары алыс болғандықтан олармен қатынаспайтын, ал әкемнің басқа отбасы бар, мені жасырып келді. Нағашыларымызға мен 1-2 рет қана барғаным болмаса, жақсы танымаймын. Олар да мені іздемейді. Қазір менің жағдайым жақсы, үйім бар, көлігім бар, жұмысым бар. Шетелге де, Қазақстанның әр жеріне де саяхаттаймын, бірақ жалғызбын. Не бауыр, не сіңілі, не туысым жоқ, әке шешем де жоқ. Мұзтауға жолым түскеніне сондай қуанып отырмын. Өмірде бір жақсы адам кездестірсе деп, адал жар болатын, балаларыма әке болатын адам жолықса деп, арманымды арқалап келіп отырмын. Жүрегім дір ете түсті. Бәсе, адамдар Мұзтауға пана іздеп келеді екен. Со замат Лаураның жолы ашылатынына титтей де шүбәм қалмады. Лаураның бақытты болып кетуін тіледім. Таудың басында жұлдыз жауған түнде тұрып, сан мың жұлдыздардан сұрадым. Екеуміз көп сөйлестік. Қалың күртелерімізді киіп алып, арман туралы, өмір туралы, махаббат туралы да сөз қозғадық. Мен талайға дейін ұйықтай алмай жаттым. Түнімен қатты жел соқты. Біздің тереземізді іліп қойған туымыз тулата сипап тұрғаны білінді. Таңертең ұйықтап жатқан жерімнен Раушан оятты. Назым, тұр. Мен Мұзтауды көріп келдім. Аспанда бұлт жоқ, тап-таза. Мұзтау көрініп тұр. Кейін жүр кеттік. Сағат қанша болды деп көзімді ашып Раушанға қарадым. Сағат 4-тен 40 минут кетті. Күн шығып қойды ма? Иә, күн шығып келеді. Керемет. Алдымен күн Мұзтаудың басына түседі екен. Рас па? Ұйқы қабымның сыдырмасын шештім де киіне бастадым. 2 бөлмеде де адамдар ұйықтап жатыр. Күн салқын, жылы киін, деді ол. Екеуміз сыртқа шықтық. Таулар кәусар ауамен демалып тұр. Үйге жақын жерде арқандаулы аттар тұр. Біз үйден шыққанда жан жағын аңдып тұрған қарағай шыршалар ұйықтап қалғанымыз ұят болды дегендей жалт қарасты. Бұта қарағандар бойларын созып, жаттығу жасап, гүлдер бір-бірінің қолына су құйып, жуынып жатыр екен. Ағаш томарлары намаз оқып, шоқиып отыр. Шөптер таңертең аш қарынға ішетін суларын жұтып болып, шыққа малынып беттерін жуып, күнге кептірініп тұр. Күнге кеппегендері біздің бәтеңкелерімізді сулап, сүртіп жатыр. Өздері шөтке, өздері шүберек. Үйдің жанынан басталатын тауға өрлеп келеміз. Мұзтаудың басы сап-сары алтындай болып көрінді. Тағы жоғары шықтық.
күнді қарсы алып тұрған қос үркешпен қайта суретке түскен соң үйге қайттық. Біз келген кезде мосы ілініп, шай қойылып жатыр екен. Тамақтанып алып, 3 қыз аталған тауға жиналдық. Сол тауда 3 қыздың баяны жатыр. Олардың заманы мен жазмышы қандай болды екен, аңызға сыйған нұсқасын білгеніммен, бәрібір сол жұмбақ санама ұялай берді. Әрине, мен әдеттегідей елдің артын жинап жүрдім. Тау жақын болғандықтан бұл жолы қорықпадым. Өкпемді өшірмей, асықпай, аптықпай елдің соңында келе жаттым. Тауға 45 градус бұрыш жасап көтеріледі екенбіз. Жалғыз соқпақпен жүріп келеміз. Оң жағымызда тепе-теңдік сарқырамасы таудың табанына шапши түсіп ағып жатты. Сарқырама жақ тік болғандықтан басым айналмасын деп оң жаққа қарамауға тырысып келемін. Сол жақтағы тиіп кетсең сау өте қалайын деп тұрған қорымтастар әр жерде үйіліп қалып жатыр. Бір тұсқа келгенде тіпті ағаштардың адырайған тамырларынан ұстап көтерілдік. Жан жағымыз тылсым жұмбақтарға толып, таңғажайыптар әлемі өзіне тарта түсті. Барша тышқандар самырсын тамырларының арасында жылтыңдап, біздің өтіп кеткенімізді аңдиды. Тиіндер екі аяғымен шоқия қалып, мамық құйрықтарын иіп, ағаш қуысына зып етіп кіріп кетеді. Біздерді өрге қарай тағы да өлмес гүлдер, қар гүлдері, ғылыми атауы эдельвейс деп атайтын еңлік гүлдер бастай жөнелді. Біз 3 қыз тауының түбіне де жеттік. 3 қыз айна көлден өздерінің ару бейнелерін көріп тұр еді. 3 қыз трио болып ән салып тұр еді. 3 қыз мұстау музаларына қарап табынып тұр еді. 3 қыз шығыстан шығар күнді жалмауыз атып түсірмесін деп қорғап тұр еді. 3 тау айнадай жарқыраған көлді үшеулеп алақандарына салып аялап тұр еді. Бұл тепе-теңдік көлі. Сенім, үміт, махаббат бар болған кезде тепе-теңдікті ұстап тұруға болады дегенді білдіретін еді. Осы жерден мұстау алақандағыдай көрініп тұрды. Таудың басындағы алтын айдарлы шыңды барлығымыз көрдік. Аспан әлі де шайдай ашық болатын. Әппақ шың бізге кеше көріне алмағаны үшін ұялыс тапқандай күнге жарқырап айқындала түсті. Біз көлдің бетінен де мұстаудың сұлбасын көрдік. Бір-бірімізді суретке түсірдік. Жастар сенім тауына шығып, әрі қарай үміт және махаббат тауларын айналып қайтып келеміз десті. Мен мұстауды тамашалап, осында қалмақшы болдым да, аяқ астынан айнып, мен де 3 қыз тауына шықпақшы болдым. 3 қыз тауының төбесінен, осы тұрған жерінен сәл биікте мұстауды тағы көргім келді. Жатып та, отырып та көргім келді. Әдейі аңсап келгенде мұстауды бауырыма басып, иемденіп алғым келді. Көзімнің сұғын салмай, жанымның жылуын бердім. Сөйтсем, балалық бал сезімдерім толса түсеріне, шабытым таси түсеріне, туған жерімнің тылсым күші мен ұрпағына деген ризашылығы зорая түсеріне зәредей күмән келтірмедім. Мен мұстаудың мәртебесін асырсам, мұстау менің мәртебемді асырады деген түйсігім санамның ең қалтарыс түкпірінде тығылып жатқанын со замат ойламадым да. Тау аса биік емес, бірақ өте тік еді. Сайрап жатқан соқпақ көрінбеді. Мен де жоғары кеткендердің арттарынан ілестім. Өңкей жастар сенім тауына өрмелеп барады. Ойлаңызшы бір сәт, елестетіңізші. Жастар сенім тауына өрмелеп барады. Сенім болмаса, ештеңенің де болмайтынын біліп, төзімдерін сынға салып, алда кетіп барады. Маған қазақ жастары сенім тауына шығып бара жатқандай көрінді. Мен сияқты орта жастағылардың жастардың алдын кеспей,
артта ілесіп жүруіміз керек дегендей сезілді. Жастар біздің болашағымыз. Жастар сеніммен алға аттаса, арман шыңына туларын тіксе, еліміз гүлденеді. Аяғыңды бассаң, тас төмен домалайды. Табаны таймайтын арнайы аяқ киіммен барынша байқап шығып келемін. Артыңа қарауға болмайды. Сенің артыңда қалған жолдар мүмкін қияс болар, мүмкін тайғақ болар, мүмкін түзу болар. Оның бәрі тек тәжірибелер ғана болып қалады, жарқыным. Үшкірлеу тастардан ұстап аяғымды орнықтырып алған соң, келесі ұстайтын жерді іздеймін. Тастан тасқа секіргіш ешкілер мен лақтар көз алдыма келеді. Қия жерден таймай, тастан тасқа ешкілер қалай күшті секіреді десеңші. Оны айтасың, аюлар да жоғарыға жақсы шығады дейді. Міне аз қалды. 4-5 күннен бері көп жүріп жаттыққаннан болар, биікке шығу аса қиындық туғызбады. Енді бір 10 мәрте аттасам, жетіп те қаламын. Шығып келе жатқаным анау-мынау емес, сенім тауы. Өз-өзіңе сенбесең, мақсатыңды бағындыратынға сенбесең, ісің қайдан оңсын. Сенім тауына шығып келе жатқан әйел осы уақытқа дейін тек сенімнің арқасында ғана елден қалмай келеді. 90-шы жылдардағы тоқырау кезінде мектеп кітапханасындағы жылы орнын тастап, Алматыға келіп, ала дорба арқалаған кезде де болашағының жарқын болатынына сенген. Жаңа келін болып түскен кездегі тұрмыстағы қиындықтарды да осы сенімнің арқасында жеңіп шыққан. Талай тәуекелге барып, тауар айналымына ақша салған. Сол кезде сенімнің қолдауы мен үміті ақталған. Қолындағы азғантай ғана ақшамен шекара асып, тауар жеткізген. Оны айтасың, азға қанағат етіп, түкке тұрмайтын ақшамен коттедж үйді бастайық деп күйеуіне қолқа салған еді. Екеуі сеніммен бастап еді, үміт ақталды. Сенім деген жүректен шығады. Сенімді тудыратын намыс. Егер сенде намыс болмаса, сен жігерсізсің. Жігерсіз адамда сенім жоқ. Ауылдан Алматыға келемін деп ойлаған кезде, жарқын болашақтан үмітіміз бар еді. Шіркін, балаларымыз жақсы оқып, тәртібі мен тәрбиесі жақсы болса екен деп армандадық. Арманның артында адам болса екен деген үміт тұрған. Армандап қойып әрекет жасамай жата берсең, ештеңе болмайды. Қалайда осы балаларға ақ адал жолды тауып үйретеміз деп, әкесі екеуміз шар құрдық. Кезінде несие алып қиналғанымыз да жақсы болыпты. Сеніміміз нықтала түсті. Жағдайымыз жоқ болғаны да жақсы болыпты. Махаббатымыз мықтана түсті. Уақыт өте келе барлығы айналып келді. Сауда сатсақ та, аз пайда түссе де қанағат етіп, адалдықтың бізді айналып жүретініне сендік. Жас кезде қиналғаның ештеңе емес, әбден ұлғайған кезде балаларың үмітіңді ақтаса, сеніміңнен шықса, жер бетіндегі адам баласына бұйыратын шын бақыт деген сол. Сенім тауынан үміт тауына қарай келе жатырмын. Ортада махаббат тауы тұр. Махаббатты сенім мен үміт ортаға алып тұр. Сенім мен үміт болған жерде махаббат болатыны рас. Осы 3 қасиетті таудың биігінен мұзтау музаңа қарап тұру қандай бақыт. Сенім тауының ең биігіндегі қолдан жасалынған лабиринттен бір-бірлеп жүріп өттік. Тастарды қатар-қатар қойып, лабиринт қолдан жасалынғанымен арасынан өткен кезде үлкен әсер туғызды. Шынымен де сенім болмаса адасасың. Адамдардың биікке ұмтылмаса, өз өміріне әбден бауыр басып, соны өзгерткісі келмейді. Ал биіктікке ұмтылу, қазіргіден де жақсы өмір барын, кереметтердің барын миыңа дәлелдеу. Биіктік деген кішкентай сатылардан басталады. Әрбір сатылар өмірдегі сынақтар. Сол сынақтардан өтпей, ешқандай да биіктік алынбайды. Дүниедегі ең тәтті нәрсе үміт дейді. Үміт деген құндылық.
Оны ақшаға сатып ала алмайсың. Махаббат та, сенім де, білім де құндылықтар. Дәл осы жерде мұзтауға қарама қарсы тұрған тепе-теңдік көлінің жағасында тұрып, үміт туралы, сенім туралы, махаббат туралы ойлануыңа болады. Осы құндылықтар туралы айтып, мына жастардың басын ауыртуыңа болады. Бірақ бұл құндылықтар зерттеуді, талқылауды қажет етпейді. Әрбіреуі жеке ұғым болғанымен тек бірге жүрген кезде ғана маңызды. Өмірде сенім, үміт, махаббат болған кезде тепе-теңдік сақталады. Егер осы таудың артында ертегі көлі бар десем, сенесіз бе? Әрине сенбейсіз. Бірақ мен сізге ертегі көлінің бар екенін тағы да айтқым келеді. Өмірде де сенің жүрегіңде сенім болғанда, үміт арман болғанда, махаббат шындыққа айналған кезде өмірің ертегіге айналады. Өмір сені өзің күтпегендей лабиринтке енгізіп жіберуі мүмкін. Сен одан тек қана сенім арқылы махаббат пен үміт арман болған кезде шыға аласың. Кеше ақбұлқақты жағалап келе жатқан кезде алдыңнан ерекше әлем ашылғандай болды. Сіз данышпандардың, ұлылардың тыныштықта мекен ететін әлеміне ендіңіз. Сіздің ішкі дүниеңізде бір тепе-теңдік пайда болған сияқты. Сізге арманыңыз есік ашқандай, сеніміңіз күшейгендей, үмітіңіз ақталғандай, махаббатыңыз жанғандай ерекше күйдесіз. Өйткені сіз табиғатпен тілдесіп, табиғаттың тілін түсіне бастадыңыз. Табиғаттың бел баласы екеніңізді мойындадыңыз. Сіз осы уақытқа дейін басқалардың ойын тыңдап, пікірмен санасып келе жатқаныңызды түсіндіңіз. Әр адамның жеке дара өмірі, ешкімді қайталамайтын өз арманы, арман жетелейтін мұратқа баратын иір-иір соқпағы бар екені есіңізге түсті. Жеке келе жатып, түп санаңның шегіне жете ойлануың керек екенін түсінген шығарсыз. Мынау ағыл-тегіл ақпарат заманында тыныш отырып, ойға батып, арманыңды тауып алғаның жөн. Осы жағдайды жете түсіндіру үшін Құдайдың құдіреті жар болып, сені қоршаған ортаңнан бөліп, ертегі әлеміне алып келді. Алып келген мен емес, турдың басшысы да емес, сенің сенімің, сенің үмітің, сенің арманың, сенің махаббатың. Сен айналаңа әбден үйреніп кеткендіктен, басқа көкжиектерді көрмейтін, көз салмайтын болдың. Сол көкжиектердің шетінде сені арманың күтіп тұрған болатын. Арманым орындалмады деп, сен сонша таусылдың. Олай емес екеніне енді ғана көзің жетіп отыр. Білесің бе, сенің арманың неге орындалмай жүр? Өйткені сен басқа біреудің арманын орындаудасың. Өз арманыңды орындау үшін өз-өзіңді тап, өзіңді жең, жаңа әдеттерді үйрен, білімге ұмытыл. Білім нұры күн нұрымен тең қасиет. Білімсіз күнің түнмен тең. Сені арманыңа жібермей, аяғыңды байлап матап ұстап отыратын сенің әдеттерің. Ол шағымдануға бейімдік, күншілдік, қызғаншақтық, еріншектік, жайбасарлық немесе бой күйездік емес пе екен? Әдеттер сені өміріңді басқарып отырғанын байқамайсың. Неше күннен бергі жаяу адамға бітпестей болып көрінген жол арман жолы. Сол жолда сені бір кедергілер күтіп тұрады. Ол кедергілер сенің тілекшілерің. Сенен сол нәрсені үйреніп алуыңды ғана қалайды. Ал сен болсаң, тағдырыңа өкпеңді айтасың. Сен әрқашан кісілігіңді, адам екеніңді ұмытпа, адам баласы. Егер осы уақытқа дейін арманың орындалмаса, жүрек қауызыңды махаббатқа толтыра алмадың деген сөз. Ол үшін өзіңді кінәлай берме. Махаббат та адам сияқты өседі, есейеді, толады, кемерінен асады. Егер арманың басын бұрмаса, махаббатты дер кезінде ұстай алмай қалғаныңнан көр. Махаббат тек қана ер мен әйелдің арасында тұтанатын сүйіспеншілік сезімі емес, балаға, ата-анаға, достарға,
бауырға, туысқандарға, адамдарға, табиғатқа, қоршаған ортаға, туған жерге махаббат жүректе толып тұру керек. Небір ұлы істер осы махаббат үшін жасалған. Махаббат бар жерде ғана сенім, сенім бар жерде ғана үміт болады. Осы үшеуінің басын ақыл біріктіре алады. Мен Тепе-теңдік көлінің жанында тұрып, осылай ойладым. Мен биік тауларға қарап тұрып, мақсат тауым, музым, мұзтауыма қарап тұрып, жүрек кітабымды ашып, осы ойлардың астын қызыл қарындашпен сызып тұрдым. Үш ұлы тауға келіп, тебіренгенім соншалықты, осы таулардан энергия алып, жүрегіме құйып тұрдым. Мен ғұлама данышпандардың өлкесіне келіп, дана ойлармен қоректеніп, кәусар сөздермен дем алып тұрғанымды сездім. Осыншалық пәктік пен саф тазалықты сезінбеу мүмкін емес еді. Осы уақытқа дейін шыланып жүрген батпақ ойларымды тап таза өлкеге не тастап кетерімді, не қайтадан алып кетіп, қай жерге апарып лақтырып тастарымды білмедім. Менің жүрегімдегі генератор барша ойларды електен өткізіп, реттеп жатыр еді. Махаббат деген өмірдің мәні. Барлық нәрсе сол махаббаттан басталады. Сен бір нәрсеге қызыққанда, жақсы көргенде, бойыңда ерекше энергия пайда болады. Махаббаттан ғана арман туындайды. Арман сені алыстарға жетелейді. Сен әрқашан арманның алдында әлсізсің. Сен мың жерден арманыңа жетемін деп тырыссаң да, тәжірибең жетпеген кезде арманың алыстай береді. Арманды жақындататын тек үміт. Үміт сен жатқан жеріңнен тұрғызады, қиындықтарға төзуіңе жәрдемдеседі. Мына Көккөлдің кеншілері қалайша жан төзгісіз қиындыққа шыдады деп ойлайсың. Олар отанның үмітін ақтағысы келді. Олар ата-аналарының көзіне қор болып көрінгілері келмеді. Олар жерлестерінің алдында бәрі жақсы болып жатыр, керемет деп айтуларына тура келді. Өйткені олар елдің үмітін ақтап жатқан болатын. Оларды 10 жыл кен өндірсеңдер, зейнетке шығасыңдар деп алдады. Олар алдағы бақытты өмірлеріне үміт артты. Үміттері ақталмады. Өйткені бұл жерде адамды сыйлау деген түсінік болмады. Кеншілер артта қалған ата-аналарының үмітін ақтау үшін, жақындарының махаббаттарына лайық болу үшін күресті. Ал қазір басқа өмір. Сен ең бақытты заманда туған адамсың. Сол бақытты заманды бізге алып беру үшін ата-бабаларымыз қаншама қан төкті. Сен қанмен сызылған шекараны көзіңнің қарашығындай сақтауға тиіссің. Сен туған жердің тарихын білмей, туған жеріңе деген махаббаттың қалыптаспайды. Махаббат деген сөзде қаншама құдірет жатыр десеңші. Бүкіл дүниенің бастауы махаббат дер едім. Сенің жүрегіңде махаббат болмаса, оның орнын жауыздық басады. Сондықтан жүрегіңе махаббат дәнін егу үшін өз әлеміңе саяхат жаса.